Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Оянатын, бас көтеретін кез келді. Тіл мәселесі бойынша бізде бір сұмдық жағдай болайын деп тұр. Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, Алма-Сити 5 ықшам ауданында жаңадан нөмір 203 мектеп салынған еді. Жоспар бойынша бұл мектеп қазақ тілінде ашылу керек болған. Алайда сол ауданда тұратын орысқұл мәңгүрттер хат жинап, хат жазып, қол жинап, WhatsApp топтар ашып, орыс сыныптарын ашуын талап етіп, солардың айқай-шуынан аудандық білім бөлімі әдеттегідей қорқақтап, мектепті аралас қылдырайын деп ашып жатыр. Ал жанындағы көршілес қазақ мектептерінде бір сыныпта 45 оқушыны отыр. Соған қарамастан бұл мектепті аралас қылдырып ашайын деп тұр. Біз бұған жол бермеу керекпіз. Ертең 25 желтоқсанда Алма-Сити 5 ықшам ауданындағы нөмір 207 мектептің алдына жиналамыз. Тіл жанашырлары, қоғамдық белсенділер, келіңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Біз бұған жол бермеу керекпіз. Аралас мектептер деген сөз, ол қазақ мектептерін жою дегенмен бірдей. Аралас мектептерінде жиналыстардың барлығы орыс тілінде өтеді. Мектептің іс-шаралық ішіндегі жұмыстары барлығы орыс тілінде өтеді. Құжаттардың барлығы орыс тілінде жүреді деген сөз. Біз бұған жол бермеу керекпіз. Егер аралас мектептері ашыла беретін болса, қазақ мектептері қалмайды Қазақстанда. Күндердің бір күні Ресейдің бір облысына немесе автономиясына айналып кетуіміз мүмкін. Барлық ашылатын жаңа мектептер тек қана қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде болу керек. Және ол біздің заңды талабымыз. Оянайық, қазақтар. Келіңіздер, қолданыңыздар. Мен телефон нөмірім WhatsApp 8701 624 0999.